Атасы мен немересі Ержан атасының қасына ентелеп жетіп барды. Ата, мен өлең шығардым, деді танауы желпілдеп. Қандай өлең? Деді атасы. Жақсы өлең. Онда оқып жібер. Ержан өлеңін оқи бастады. 1, 2, жақсы оқы. 2 алсаң, бір сүйесің. 3 алсаң, бір сүйесің. 4 алсаң, қуанасың. 5 алсаң, бақырасың. Шынында жақсы өлең екен. Тек 5 алғанда неге бақыратынына түсінбедім, деді атасы. Соны да білмейсіз бе? Өте қуанғаннан бақырмай ма? Атасы немересінің басынан сипап, бетіне бетін тақап құшақтады. Мен жұмбақ та шығарғам. Кішкентай бойы бар, алтын қолы бар. Ол не? Деді Ержан. Капуста, деді Бақытжан. Капуста емес, ол анам, деп Ержан жұмбағын өзі шешіп, айғайлап жіберді. Қалайша анаң болады? Деді атасы. Мүмкін емес. Анамның бойы әкемнен кішкентай ғой. Анам қолымен бәрін істейді. Немене, басқа жұрт аяғымен істей ме? Деп атасы қарсылық білдірді. Сіз тамақ жасай алмайсыз, еден жуа алмайсыз, кеудеше тоқуды білмейсіз, бәліш пісіре алмайсыз, алма бәліш. Жеңілдім, деп атам қолын көтерді. Зейнеп Ахметова, Шуақты күндер кітабынан. Ержанның атасы жазушы Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы. Бақытжан Ержанның әкесі. Зейнеп Ержанның анасы. Мүрсиесің Ержанның өлеңде ұйқас үшін қолданған сөзі.